Қарақтай мемлекеті қалай құрылды? 9 ғасырда ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Орталық Азияда өмір сүрген Қидан мемлекеті билікті өз қолына ала бастады. Ал 1125 жылы Қидан мемлекеті ұйғыр қағанаты құрылғаннан кейін өз мемлекетін құрады. Ол тарихта Ляо империясы деп аталды. 924-1125 аралығында өмір сүрген болатын. Сол қидандардың Орталық Азия жерінде құрған Ляо империясын Қытайдың біріккен күштері 1125 жылы талқандайды. Ал 1128 жылы қидандар Орталық Азия жерінде қала алмай, Жетісу жеріне келіп, Баласағұн қаласын басып алады да, Жетісудың жерінде Қарақытай мемлекетін құрады. Сонда Қарақытай мемлекетінің тарихы 1128 жылы Жетісу жерінде өз мемлекетін құрды. Енді біз Қарақытай мемлекетінің карта бойынша орналасқан жерін анықтайық. Мына картаны қарап отырмыз, қызыл бояумен берілген. Бұл Қарақытай мемлекетінің орналасқан жері. Так, міне көріп отырмыз, мына біздерде Балқаш көлі, мынау мемлекеттің орналасқан жері, қасында көршілері Найман хандығы, Тибет, Гурит мемлекеті және Хорезмшах мемлекеті. Кейін Жетісу жерінде құрылғанмен де, кейін Қарақытай мемлекеті өзінің аумағын қазіргі мына Мәуереннахр аралға дейінгі жердің барлығын өзінің құрамына қосып алып күшейді. Ал негізгі жер аумағы Жетісу аймағы болып табылады. Қарақытай мемлекетінің жер аумағы Жетісу жерінде орналасты, яғни мына біз карта бойынша қарадық, Жетісудың солтүстік шығысында орналасқан. Орталығы Ғоз Орда деп аталды. Бұл Баласағұн қаласына жақын жерде орналасты. Басып алған аймақтары Жетісу бұрыннан өзі мекендеген жері басып алды. Сосын барып Мәуереннахрдың жеріне келді. Сырдария мен Әмудария арасындағы жердің аралығын айтамыз. Сосын Шығыс Түркістан жерлерін басып алды. Мемлекеттің құрылымы қандай болды? Ең жоғарғы билеушінің лауазымы Гурхан болды. Оның мағынасы хандардың ханы деген мағынаны білдірді. Мұрагерлік қалай берілді? Мұрагерлік Қарақытайларда ерекше болды. Яғни билік басындағы ерлермен қатар олардың әйелдері де билік басына келді. Сонда тек қана мұрагерлік ерлер жағынан емес, сонымен қатар әйелдер жағынан да беріліп отырды. Ақша бірлігі динар деп аталды, ал ақсүйектер салықтарды жинаумен айналысты. Саяси тарихы 1141 жылы Қарақытай мемлекетіне қарсы Салжұқ және Қарахан әскерлері қарсы шығады. Бірақ та бірлескен осы екі әскерді Қарақытай әскері жеңіп тастайды. 1143 жылы мемлекеттің негізін қалаған Елудаши қайтыс болды. Оның орнына билікке әйелі таққа отырды. 1208 жылы Шыңғыс ханнан жеңілген наймандар, оның басшылығында күшлік басқарған наймандар Жетісуға келеді. Сол кезде олар осы Қарақытайларға үлкен күш болып табылады да, Жетісу жерінен Қарақытайларды ығыстыра бастайды. Ал түпкілікті 1212 жылы наймандар Қарақытайларды жеңеді. Мемлекеттің құлау себептері. Ең алдымен бірінші себебі Жетісуда Қарақытайларға қарсы мұсылман қозғалыстары күшейді. Алғашқы кезде Қарақытайлар келгенге дейін Жетісудың халқы ислам дінін қабылдаған болатын. Алғашқы кезде Қарақытайлар ислам дініне құрметпен қарады. Бірақ кейін 12 ғасырдан бастап Қарақытайлар мұсылман халықтарына қысым күшейте бастады. Соған сәйкес мұсылман халықтары осы Қарақытайларға қарсы шыға бастады. Екінші себептерінің бірі наймандардың шабуылы. Күшлік хан бастаған наймандар Жетісуға келіп, Қарақытайларды құлатты. Үшінші себебі Хорезм мемлекетінің шапқыншылығы. Хорезм бұл Мәуереннахрға жақын жерде орналасты. Мәуереннахр жеріне барған Қарақытайларға осы Хорезм мемлекеті шабуылдады. Нәтижесінде наймандар мен хорезмдердің шабуылы Қарақытай мемлекетін талқандады. Төртінші себебі билік үшін саяси тартыстың күшеюі. Міне осы аталған себептер
Қарақытай мемлекетінің құлауына әсерін тигізді. Қорыта айтқанда, Қарақытайлар, оның ертедегі атауы Қидандар, Орталық Азия жерінде, Жетісу жерінде өзіндік орнын қалдырды.